Сәлем достар, біз бүгін сіздермен қатпарлы самса жасайтын боламыз. Ең алдымен суға тұзды жақсылап араластырып, оны ұнға қосып, қаттылығы орташа болатын қамыр илейміз. Бұл тағамды өзбектің ұлттық тағамы деп білгенмен, жалпы тарихына келер болсақ, кез келген Азия және шығыс халықтарында осы үшбұрышты қатпарлы қамырдан жасалған тағамдар болғаны қарастырылады. Қамырымызды илеп алғаннан кейін жарты сағат тұрғызып, одан мынандай қамыр жаятын боламыз. Және маргаринді не сливочный майды қыздырып, ортасына жағып, осындай рулет етіп ораймыз да, оны морозильникке салып қатырып қоямыз. Начинкасына келер болсақ, пиязды кішкене тұз араластырып, жақсылап сығып, араластырып, жұмсартып алғаннан кейін оны фаршқа қосамыз. Және үстіне тұз, бұрыш, паприка, кішкене зира қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егер сұйық болып жатса, онда кішкене су тамызуларыңызға болады. Начинкамыз дайын болғаннан кейін қамырды кесе бастаймыз. Қамыр жарты сағат қатса жеткілікті морозильникте. Мен бірақ бір күнге қалдырып қойдым. Кішкентай мынандай бөліктерге бөлеміз де жая бастаймыз. Және мен қатпарлы болудағы себебі екі қабаттаймын, яғни кішкене екі бөлігін жайып аламын да, бір-біріне қабаттап, оны үстінен қайтадан бастырамын. Сонда қатпарлылығы көбірек болады самсаның. Міне дәл осылай барлық самсаларымызды түйіп шығамыз. Түйіп алған самсаларымызға жұмыртқа жағып, духовкаға саламыз. 180 градуста 20 минут пісіреміз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.